Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Мен әпкеме келдім. Сұлулық атмосферасына кіріп, оның жұмсақ диванына батып кеттім. Иті де бірден аяғыма жатты. Біз сөйлестік, күлдік. Содан кейін ол маған кофе ұсынды. Кеш болып кетті, деп ойладым. Бірақ бір кішкентай шыны аяқ болады деген сөздермен, маған шынымен кішкентай шыны аяқ берілді. Бір ұрттап ішіп, мұндай кофені ешқашан ішпегенімді түсіндім. Құдайым-ай, бұл қандай кофе? Мұндай дәмді ешқашан ішпедім. Ол иығын көтерді. Пакетті көрсетті. Есімде қалды. Жақында олар демалыста болғанда иттеріне қарайласып тұрдым. Сол кофе дәл солай жасап көргім келді. Мен кофе машинадағы барлық режимдерді тексеріп көрдім. Көбірек су қостым, күштірек жасадым. Қантпен, қантсыз, аз қантпен, көп қантпен, лактозасы сүт, кәдімгі кілегей, бадам сүті, кокос сүтін әртүрлі мөлшерде қостым. Дәл сол жерде отырдым, итім де сол қалпы жатты. Сол кофе түрі, тіпті сол пакет. Бірақ ол басқаша болды. Қарапайым кофе. Ештеңе ерекше емес. Күйеуім күн сайын ішетін кофе бұдан дәмдірек сияқты көрінді. Бүгін әпкеммен мейрамханада кездестік. Шыны аяқтан бір ұрттап ішкенімде. Кенет тура сол кездегі сурет қайталанды. Машинаның жанына келгенде, оның шарфын түзей отырып, мен оған сол дәмді кофе жасаудағы барлық талпыныстарым туралы айтып бердім. Бірақ ештеңе шықпағанын айттым. Онсыз ештеңе шықпады. Ол қарсы алдымда тұрды. 3 жас үлкен, бірақ бойы менен бір бас төмен. Ал көздері жасқа толы. Түсініксіз болды, қатты желден бе? Әлде сөздерден бе? Бірақ мен анық және ең басты нәрсені түсіндім. Кофе бұл әрқашан жай ғана себеп. Ал мүлдем бәріне дәмдерді тек адамдар жасайды. Сүйікті адамдар ең жақсысын жасайды. Қантпен немесе қантсыз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.